бірінші болып тәтті құрама, Алматы қаласы. Сәлем, Нұрсұлтан. Өткендегі ойындарда айтқандай, біз биыл переходной возрастамыз. Жаман қиналып жүрік. Шынымен де қиналып жүрік. Переходной возрасттағы балалардың мегабайты түнде кетеді екен ғой. Сендерде телефон бар ғой, менде ол да жоқ. Сенің фантазияң мықты шығар. Елестету, қудырту дегендерді жіберет шығарсың. Осы болмайтын тірліктерінді біліп, атам қазақ 13 жаста отау естеген. 13-те отау естеп, сен айтпай қойш, сені әлі мамаң жуындырады ғой. Оны мамаң жуындырған демейді, оны пилинг дейді. Сен сөзің 13 жас ол ерте, 15 жас дәл өз. Ақтауда 15 жасталар үйленіп жатыр ғой, несі жаман? Оның несі жақсы? Рахат қой, рахат. Бірге ұйықтайсың, бірге тұрасың, үй жұмысын бірге орындайсың, мектепке бірге барасың. Сосын ата-аналар жиналысына бір-ақ ата-ана бара салады. Рахат қой. Мини-мину няма, мини-мину няма. Мини-мину няма, жаман бала. Мини-мину няма, мини-мину няма. Мини-мину няма. Біздің мектептің практикант апайына бір қошемет. Директордың секретаршысына бір қошемет. Бұл жарықтықты апай деуге қимайсың ғой. Жігіттер, мен осы кісі үшін келем ғой мектепке. Бүкіл мектеп осы кісі үшін келеді. Бізді қоя беріңдерші. Директордың өзі осы кісі үшін жұмысқа келеді ғой. Мынау жалпы айтқанда, бұл кісі біздің мектептің түр әлпеті. Қазіргі тілмен айтқанда, біздің мектептің амбассадоры. Жігіттер, мына апайға орындық көтеруге кім көмектеседі? Мен көмектесенші. Сен бірінші өз-өзіңе көмектес. Сен өзіңнің өміріңді түзе. Фитнеске жазыл, арықта бір бәле қылсай сен. Биыл жастар жылы ғой, бір жас біреуін көмектесіңдерші. Бар, Алинұр, көмектес. Орындықтарды көтерге. Алинұр, тек қана орындықтарды көтерге көмектесе. Махамбет, әзілдерімізді бастайық. Ойынымыздың басын ауылдық жерде ұбытыдан бір-ақ бала алып қалған оқушының сөзімен бастаймыз. Оның өзі орыс тілден ғой. Кетті! Қазіргі таңда кішкентай балалардың туған күндеріне аниматор шақыру сәнге айналған болатын. Сонымен көреміз облыс әкімінің баласының туған күнінде. Туған күнің құтты болсын, балақай. Қыз аниматор жоқ па не? Ой, әкеңізге құсамаңызшы, мәңіз. Балалар, бүгін біз туған күнді өте қызық қылып өткіземіз. Біз ең бірінші ойнайтын ойынымыз ол ишак деген ойынды ойнаймыз. Бірақ ол ойынды ойнамастан бұрын кімнің әкесі қай жерде жұмыс жасайтын біліп алайық. Сіздің әкеңіз қай жерде жұмыс жасайды? Менің әкем министр. Сізге ишак ойнауға болмайды. Сіздің әкеңізші? Менің әкем соттың бастығы. Сізге ишак болуға мүлдем болмайды. Сіздің әкеңізші? Менің әкем депутат. Неге осындай туған күндерге түсіп қала береме? Бауырым, өзің ишак боласың-ау. Бопты. Я-я-е, тәтті құрама, я-я-е. Я-я-е, тәтті құрама, я-я-е. Мемлекет 4 балалы отбасылардың несиесін жапқан болатын. Сонымен 3 балалы отбасында болған оқиға. Қазір әкелерің мына жаңалықты естісе, өлтірейік. Оңбағандар. Айттым мен сендерге, телефон шұқылама, ертерек ұйықтаңдар деп.
Құрметті қазылар алқасы, бұл балалар әлі кішкентай, бұл балалардың болашақтары әлі алда деп, біздің орнымызға болмайтын быт-шыт команданы өткізіп жібермеңіздерші. Сіздермен бірге болған ата-аналарының тәтті ұлдары, тәтті қыздардың тәтті арманы, тәтті құрама, рахмет.